келгеннен кейін оның өмірін, денсаулығын, тыныштығын біздің мемлекетіміздің ата заңы қорғайды. Ата заң аталар аманаты. Кешегі Қасымның қасқа жолы, Есімнің ескі жолы, Тәукенің жеті жарғысының жалғасы, заңды мұрагері бүгінгі біздің Конституция. Конституция біздің асқақ абыройымыз. Конституция кемел келешектің кепілі. Конституциямыздың қабылдануы мемлекеттік рәміздеріміз, ел таңба, туымыз бен әнұранымыздың бекітілуі, ұлттық валютамыз теңгенің енгізілуі Қазақстан мемлекетінің қалыптасуының аса маңызды кезеңдері болды. Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ халқының, қазақ елінің қарымты істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі өнегеге айналды. Конституция тәуелсіздігімізді нығайтты, мемлекетті және бүкіл қоғамды берік етті. Сондықтан да біздің ортақ парызымыз Конституциямызға қырағылықпен қарау, отанымызды, тарихымызды құрметтегендей құрметтеу. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматтары, сіздерді мемлекеттік мерекеміз Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен құттықтаймын. Елімізге тұрақтылық пен тыныштық, әрбір шаңыраққа амандық пен бақыт тілеймін. Мен Алматы қаласы Шаңырақ шағын ауданындағы Олимпиада резервін республикалық мамандырылған мектеп-интернат колледжін еркін күрес тәрбиеленушісі Абишев Асланмын. Қазақстан Республикасының Конституцияның 25 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда референдумда қабылданған. 1998 және 2007 жылдығы аралығында өзгерістер еленді. Қазақстан Республикасының Конституциясы кіріспеден 9 бөлімнен және 98 баптан тұрады. Жамалбек Ерсұлтан, Алматы қаласы Шаңырақ шағын ауданындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернат спорт колледжінің еркін күрес бөлімінің тәрбиеленушісімін. Сіздерді Конституцияның 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мен Жолдасбаев Жангер, Шаңырақ шағын ауданындағы Олимпиада резервінің республикалық мамандырылған мектеп-интернат колледжінде оқимын. Барша қазақстандықтарды Конституция күнімен құттықтаймын. Сіздерді мерекелеріңіз Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен құттықтаймыз. 30 тамызда біз еліміздің басты мемлекеттік мерекелерінің бірі Қазақстан Республикасының Конституциясы күнін атап өтеміз. Сізге бейбітшілік пен жақсылық, сәттілік пен өркендеу тілейміз. Өмір сүрген әр сәттің қуанышты сезініп өмір сүріңіз. Мен Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің ауыр атлетика бөлімінің оқушысы Қанашева Ақтоты. Еліне арналатын тілегішін, ей ұлым, отанымның түлегісін, іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін ата заңның білемісің. Ешкімде мін тағалмас елдігіме, дауласып жармаспайды бейілдігіме. Бойында ата заңның өріліп тұр даламның кендігі де, тендігі де. Бағынған өз заңына жұмарғалым, сондықтан күннен жерім суынбаған, қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған.